Сүйінші қазақ елі Осман Тоха атамыз тегі қазақ болып шықты деп сурет салдық та, соны инстаграмға жан-жаққа тарқаттық. Осман Тоха атамызды елге таныстыру қиын болмады ма сізге? Атамыздың қолын сүйіп тұрған суретті алдым да, бүкіл арабтардың бәріне жібердім. Лимаза уқаббилу ядай хаза шейх деп арабша жаздым да. Не үшін мына шейхтің қолын сүйіп тұрмын деп сұрақ белгісін қойдым да. Контактінде қандай араб бар, бәріне жібердім. Бәни Шейбаға да жібердім, қайтыс болды деген кісілерге де жібердім, Зәмзәм су мекемесінің бастығына да жібердім, Египеттегі ұстаздарыма да жібердім, шейхтарға да жібердім, пайғамбар әулеттеріне де жібердім, Әл-Ақса мешітінің имамдарына, мешіттегі шейхтарына бәріне жібердім. Сенесіз бе? 5 минут өткен жоқ, бәрінен бірден жауап келіп отыр ғой. Мәшалла, мына кісіні қайдан көріп, қайдан жолығып тұрсың? Бұл Құранды жазған кісі ғой, бұл Осман Тоха ғой. Қандай бақыттысың мына кісімен кездесіп отқан. Бәрінің айтатын жазбалары осындай. Сосын бір кезде, мәшалла деді, арабтардың бәрі біліп тұр. Сосын не үшін мына шейхтің қолын сүйіп тұрмын деп қазақша жаздым да, контактімде. Қандай діни адам бар, қандай имам бар, бәріне жібердім. Келетін жауап не үшін? Не үшін сүйіп отсың? Бұл кім? Иә. Не үшін сүйіп отсың? Мен айтам, Құран ұстап тұрмыз ғой, кішкене ойлансын. Не үшін Құран ұстап тұрсың? Сонда қараңыз, біздің қазақ қоғамы бұл кісінің кім екенін білмейді. Ал араб қоғамы 5 саусағындай бәрі біліп отыр. Ең соңында сүйінші қазақ елі қасиетті Құранға қолының ізі қалған Абыз ақсақал шейх Осман Тоха атамыз тегі қазақ болып шықты деп сурет салдық та, соны инстаграмға жан-жаққа тарқаттық. Сол фотоны көрген адамдардың бәрі Гуглге кіріп Осман Тоха деп бәрі іздей бастады. Бәріміз іздедік. Бәрі іздей бастады. Кім деп? Бір кезде Құран жазған адам. Сонымен осылайша таныттық сурет арқылы. Кейін мобилографты арнайы шақырып алдым, бізде мынандай жаңалық болып жатыр деп. Кел. Содан видео түсіріп, енді бәріңіз көрдіңіздер ғой видео. Сол видеоны бүкіл халыққа жібердік. Қасиетті Құран қолының ізі қалған Осман Тоха атамыз ол қазақ болып шықты деп. Сол видеомыздың просмотры бір күнде 400 мыңға жетті. Кәдімгі бүкіл қазақ аудиториясында Осман Тоха деген кім деп